Бақ өкілдері бильярдтан бақ сынады. Кәсіби мереке қарсаңында белгілі журналист Жамбыл телеарнасының негізін қалаушылардың бірі Мұса Рахманбердиевтің жүлдесіне арналған дәстүрлі бильярд турнирі ұйымдастырылды. Дәстүрлі дода биыл өңірімізде 19-шы рет ұйымдастырылды. Жарысқа өңір журналистері қатысып, өзара бақ сынасты. Іс-шараның ашылуында Тараз қаласының әкімі Бақытжан Орынбеков қатысушыларға сәттілік тілеп, журналистер қауымының қоғамдағы маңызына тоқталды. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірлі қаламгер қауым, ардақты ардагерлер, баршаңызды бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкері күніне орай ұйымдастырылып отқан белгілі журналист, қоғам қайраткері Мұса Рахманбердиевтің жүлдесі үшін ұйымдастырылып отқан турнирдің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы дәстүрлі бильярд турнирінде 30-дан аса бақ өкілі өзара үздікті анықтады. Жарысқа жиналған қауым алдымен жас журналистерге үлгі ретінде облысымыздың ардагер тілшісі Мұса Рахманбердиевтің еңбегі мен өмір жолын сөз етті. Біз Мұса ағамызды көрмесек те, биыл 37-ші маусымын ашатын Жамбыл телеарнасының негізін қалаушылардың бірі, сондай-ақ Мұса ағамыздың кезінде осы Тараздың тыныс тіршілігін насихаттауға арналған 2 сағаттық қала туралы бағдарлама ашқан жандардың бірі. Турнир мақсаты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасында достық байланыс орнатып, салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ өңірлік журналистикаға еңбегі сіңген ардагерлерді ұлықтап, ұрпақтар сабақтастығын нығайту. Нұрдәулет Мұсайдос, Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.